Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Бүгін 5 мамыр бейсенбінің берекесін тіледік және біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы көктем жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы. Алайда қазір жеміс көкөністердің шығып жатқаны, өсіп жатқаны, дүкендерге жемістер бе көкөністердің көптеп келіп жатқаны бәрімізге белгілі. Ертеден келген жемістердің пайдасы мен жалпы зияны қандай болады, оның құнарлы қандай болады деген сияқты барша сұраққа дәл қазір бізге жауап беретін нутрициолог ханым келіп отыр. Алтынай Сейітхан қызы, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Енді жалпы айтып жатырмыз ғой, көктем авитаминоздың шағы, жалпы витаминдердің ағзаға керек жағы. Бізге ағзамызға қандай витамин керек, симптомдары қандай болады, соны жалпылама айта кетсеңіз. Негізі көктем кезінде көптеген жеміс-жидектер, жаңағы айтады ғой, көкөністер көп пісіп жатпайды, сондықтан адамдар авитаминозға ұшырап жатады. Авитаминоз, яғни витаминнің жетіспеушілігі. Витамин жетіспеушілігі көбінесе адам шаршайды, ұйқысы келеді, яғни тері, шаш нашарлайды, состояние дейді ғой, нашарлайды. Сосын адамның көңіл-күйі болмайды, түрлі ауруларға душар болады, иммунитет төмендеп кетеді. Осындай симптомдар байқаған болсаңыздар, сізге осы жеміс-жидектерді көп қолдануға кеңес беремін. Себебі жеміс-жидектер ол негізгі витамин мен минералдардың негізгі көзі болып табылады. Яғни оларда мысалы витамин С, А және де түрлі В витаминінің топтары болады. Сонымен қатар биофлавоноидтар болады. Олар яғни қартаю процесін баяулатады. Сонымен қатар түрлі антиоксидант дейміз ғой. Яғни ол оксидативті стресс дейді. Ол яғни организм қартайып, тез шаршап, сондай сияқты симптомдар болған кезде оны басады. Жалпы терінің де құрғап кетуінен сақтап тұратын дәрумендердің де осы жемістерден табуға болады. Иә, әрине олардың ішінде Е витамині болады. Ол организмде осы теріге, шашқа үлкен әсерін тигізеді және де оның жақсартады оны. Ал енді біз осы жеке-жеке қазір жеміс-жидектерге тоқтала отырып бір салат жасасақ сізбен бірге. Әрине, бастайық. Қолғабымызды киіп алайық. Негізі осы... Сізге көмектесіп отырайын. Жақсы. Салаттарды жасаған кезде негізінен біз осы тұрған жемістерді қолданамыз. Қазір ең бірінші алмадан бастайық. Осы сөз бар ғой, бір күніне бір алманы тұтынсаң, дәрігерді мүлдем ұмытсаң болады деген. Жалпы осы алманы тоқтала кетейік. Алманың құрамында қандай дәрумендер бар? Алманың құрамында көбінесе пектин болады. Ол яғни сыртқы қабатындағы клетчатка. Пектин бұл организмде ас қорыту процесін жақсартады. Сонымен қатар құрамында көптеген Е витамині, В витамині, А витамині көп мөлшерде болады. Яғни жаңағы айтқан иммунитетті көтереді, организмде түрлі зат алмасу процестерін жақсартады. Сонымен қатар осы арықтағысы келетін адамдарға бұл өте пайдалы. Әсіресе қыздарға, себебі бұл жаңағы зат алмасу процесін күшейтеді де, ол жаңағы арықтау процесін қосады. Осы енді біріншіден бастасақ. Ал мына қабығын алып тастап жейтін жандарға не айтасыз? Негізі алманың қабығын алып тастауға да болады. Себебі көптеген пестицидтермен өңдеп жатады ғой. Пестицидтер ол организмге кері әсерін тигізіп жатады. Ал осы кейбір, егерде өзіңіз бақшаңызда алма өсіретін болсаңыз, онда ешқандай пестицидтер болмаса, онда оны қабығын ашпай жесеңіз де болады. Бірақ көп жағдайда осы басқа елдерден алып келген алмалардың сыртын ашып жегенді жөн көру керек. Енді біз білеміз, спортпен айналысатын жандар, негізінен олар белгілі бір уақыт бойынша тамақтанады, белгілі уақыт бойынша жаттығуларына барады. Олар көбіне өздеріне керек дәруменді осындай жеміс-жидектерден, көкөністерден, тағамнан алуға тырысады. Дей тұрғанмен де қазір енді дәріханаларда осындай витаминдерді капсула түрінде сататындар, таблетка түрінде сататындар өте жиілеп кетті. Айырмашылығын айтып және олардың пайдасы мен зиянын айта кетсеңіз. Негізі
негізі жеміс жидектерден алынған витамин мен осы химиялық түрде алынған витаминдердің айырмашылығы өте зор. Себебі мысалы жеміспен алынған витамин ішінде тек қана витамин болмайды. Мана айтып өткен оксидант, антиоксидант болады, биофлавоноид болады, түрлі пектиндер, клетчатка болады. Ол тек қана мысалы организмге витамин беріп қоймай, зат алмасу процесін жақсартады, сіздің көңіл күйіңізді жақсартады, яғни ол гормондардың бөлінуіне де жақсы әсерін тигізеді. Сіз мысалы серотонин гормонын бөлінетін мысалы банан жесеңіз де, мысалы алма жесеңіз де, бұл жаңағы өзіңіздің көңіл күйіңізді жақсартып, жақсы өз әсерлерін беріп жатады. Ал химиялық түрде алынған витаминдер мысалы бір жағынан жақсы әсерін беріп жатса да, келесі жағынан айтады ғой, бір жағын лечит, бір жағын калечит деп ше, басқа да кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан олардың құрамына да қарау керек, себебі басқа да түрлі химикаттар қосылуы мүмкін. Соған да мән беру керек деп айтқым келеді. Енді осындай жеміс-жидектерді алып, жей тұрған әрине пайдалы ғой. Қазір екі қабат әйелдер де көріп отқан шығар бізді. Сол кісілерге, аяғы ауыр кісілерге қандай бір кеңес айтар едіңіз? Осындай жеміс-жидектердің қай түрін оларға жеген пайдалы әрі тиімді болады? Біз осы салат жасау барысында айта берейік. Негізі ең біріншіден мен айта кететін бұл киви. Киви жемісі, бұл ішінде фолий қышқылы. Біздің салатқа қосылады ма қазір? Қосылады, қазір сыртын ашып қосамыз. Киви жемісінде көптеген фолий қышқылдары болады. Яғни фолий қышқылы ол біз білеміз жүкті әйелдерге жүкті әйелдерге беретін әсері өте жоғары, яғни баланың қалыптасуын жақсартады, яғни ми жүйесінің, нерв жүйесінің дұрыс қалыптасуына жақсы әсерін тигізеді. Сонымен бөлек осы алманы да кеңес беремін жүкті әйелдерге жеуге. Себебі алманың құрамында көптеген жаңа айтқан клетчатка, пектиндер болады. Олар өзінің әсері, яғни түрлі іш қату процестері, яғни зат алмасу процестерін жақсартады. Сонымен қатар осы мандарин, цитрус өнімдеріне тоқталатын болсам, цитрус өнімдері көбінесе ол аллергиялық әсерін береді. Сондықтан оны жүкті әйелдер көп жемеуге кеңес беремін. Міне мысалы бананды алатын болсақ, банан бұл яғни калийге өте бай. Бананның жақсы әсері ол жүрек қан тамыр жүйесіне жақсы әсер етеді. Сонымен қатар жүкті әйелдердің қазіргі кезде мынаны ашып бересіз ба? Ашып берейін. Жүкті әйелдер қазіргі кезде түрлі айтады ғой, тромбоз сияқты процестер болады. Соның процестердің алдын алу үшін осы бананды жеуге кеңес беремін. Негізі жүктілік кезінде жеміс-жидектерді көп қолдану керек, себебі олар ең біріншіден балаға, екіншіден анасына жақсы әсерін беріп жатады. Осы қазіргі кезде адамдар енді түрлі жеміс-жидектерге айтады, доступ бар деп жан-жақтан келіп жатады. Соны алып тұтынуға өзім кеңесін беремін, себебі бұлар қазіргі кезде өте пайдалы. Енді біздің салатқа авокадо қосылмайды, бірақ дей тұрғанмен осы авокадоның бір пайдасын айта кетсеңіз, қазір енді жиі көріп жүрміз ғой. Қара нанның үстіне сары май жағып, сары майдың үстіне осы авокадоны кесіп жеп жатады. Пайдасын айта кетсеңіз осы авокадоның. Қайдан келген жеміс бұл негізі бізге? Авокадо бұл негізінен Мексика елдерінде, Латын Америка елдерінде көп осы өседі. Содан бізге экспортпен келеді. Яғни авокадоның негізгі өз айта кететін жағдай, бұл ішінде көптеген пайдалы майлар болады. Яғни бұл майлар теріні жақсартады, түрлі миға жақсы әсерін тигізеді. Сонымен бөлек бұның ішінде көптеген калий витамині бар. Калий минералы бар. Калий бұл жаңа біз білетін жүрек қан тамыры ауруларын алдын алады, иммунитетті көтереді. Сонымен бөлек түрлі қартаю процестерін, рак ауруларын алдын алады, яғни рак клеткаларын жоюға өзінің әсерін береді. Сонымен бөлек айта кететін жағдай, авокадоның қабығын және де тұқымын жеуге болмайды, себебі ол әсерін беруі мүмкін. Енді біз жалпы жеке-жеке тоқталып жатырмыз ғой? Тағы қайсысын көмектесейін? Осы салаттың осы жидектерді тура жіберсеңіз, клубникаға. Жидектерді төрт бұрыштап көре беріңіз.
жидектердің пайдасы қазіргі кезде өте жоғары, себебі олардың құрамында мана айтқан антиоксиданттар бар. Жидектерді жеген кезде мысалы адамдар айтады ғой, түрлі старение деп, мысалы қартаю процестерін баяулатады. Сондықтан жидектерді менюге мысалы жаз кезінде айтады, сезонный өнімдер болады, сезонный маусымдық тағамдар, жеміс жидектерді жегенді өзім кеңес беремін. Енді біз осы салат жасап жатырмыз. Жеке-жеке емес, осы салат жасап жегеннің артықшылығы неде болады сонда? Салат жасап жеген кезде сіз бірнеше жеміс жидекті бір ағымен жесе, мысалы бұл кезде сіз бірнеше жидекті біз аз мөлшерде жейсіз. Мысалы егерде бір-бірден жесеңіз, мысалы кейбір витамин, минералдар бір жидекте болады, бір жемісте болмайды деген сияқты. Сонда сіз бүкіл витамин, минералды қорын толтыра аласыз, мысалы салатпен жесеңіз. Бірақ салат жегенде де сіз мысалы қант қоспай, басқа да дәмдеуіштер қоспай, тек натуралды түрде жесеңіз, оның табиғи өнімдерді оның әсері жоғарылайды. Дұрыс тұрап жатыр ма, Алтынай ханым? Дұрыс, аха. Киви ташыңыз. Мінекей, салатқа қосып жесеңіз болады. Осы кивиді қазір салып, енді араластыру. Қазір кивиді салам, сосын араластырып, салаттың дәмін көрсек. Асығыз. Мен жегім келіп жатыр. Сіз йогуртты қоса берсеңіз болады. Қазір мен киви турап. Онда біз мына жерде араластырайық, Сізге қойайын. Енді жаз келе жатыр, түрлі жеміс жидектер піседі. Күн сайын бір аз мөлшерде болсын, бір-екі жеміс жидектен жеп тұруға кеңес беремін. Себебі бізде қазақ халқында нан және де етті көп мөлшерде қолданады ғой менюда. Соны көп байқаймын. Мысалы, нутрициологиялық консультацияға келген адамдар көбінесе менюда нан, түрлі етті тағамдар болады, ал жеміс жидектер өте аз мөлшерде болады. Соны айтқым келеді. Мөлшерін көбейтіп, жаз мезгілінде осы маусымдық жеміс жидектер барынша көптеп жеу керек, аха. Йогурттың мөлшері жеткілікті? Жеткілікті. Салатымыз дайын болып қалды. Маған салайын. Осыған салайын, Бұны таңғы асқа немесе негізгі тамақтан кейін аз мөлшерде осы жеп тұрсаңыз өте пайдалы болады. Қазір. Маған беріп жіберсеңіз. Дәмін көріңіз. Қазір. Жеміс дәмін көрейін, жеміс жидектен жасалған. Өз қолымнан шыққан десем, қателеспеймін ба? Әрине. Ал. Тұзы кемекен десең. Керемет. Дәмі керемет. Жемістер өздері тәтті ғой, сондықтан өзін дәмдеу ештеңе қоспай, осылай натурал табиғи түрінде қолдану керек. Құлпынайдың маусымы шығып қойған ба? Құлпынай маусымы осы жазда, яғни жаздың басында шығады. Сол кезде, мысалы, айтып жатырмын, вишня, черешня сияқты өнімдерді де, жеміс жидектерді де көп пайдалануға кеңес беремін. Олар, мысалы, кейбір маусымдық өнімдер болғандықтан, олар белгілі бір периодта ғана шығады. Сол периодта, мысалы, сол жемістерді көбірек жеп алсаңыздар, мысалы, соның құрамындағы витаминдерді өз қорын толтырып аласыз. Енді Алтынай ханым, сізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп осындай керемет салаттың түрімен бөліскеніңізге. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер, оп-оңай. Тек қана турап өзіңізге керек өнімдеріңізді алсаңыз болды. Кез келген жеміс жидектің құрамында өзіңізге керек дәруменнің түр-түрі бар. Алтынай ханым, өзіңізге көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Сіздерге де рахмет. Ал біз осы салатты жегенше сіздер әсем ән тыңдаңыздар, құрметті көрермен. Ас болсын.